Лука Модрич футбол әлемінің ең көрнекті тұлғалардың бірі. Оның өмірі қайсарлық пен еңбекқорлыққа толы болған. Лука соғысқа толы балықшылықты бастан кешірді. Хорватияның тәуелсіздік соғыс кезінде оның отбасы босқынға айналып, қиындықтарға тап болды. Бұл сынақтар оның ерік-жігерін шыңдады және болашақта табанды әрі төзімді адам болуына әсер етті. Армысыз көрермен, бүгін хорватиялық бейнелеуші Лука Модрич туралы мәліметтейтін боламыз. Алтын доп жүлдесінің иегері, хейтері жоқ, әлемдегі ең мейірімді адам ол Лука Модрич. Лука Модрич 1985 жылы Хорватияның Задар қаласында дүниеге келген. Отбасында Модриштен бөлек Диора, Ясмина Модрич сияқты екі әпкесі бар. Модрич балалық шағын Балқан соғысы кесірінен ауыр өткізді. Соғыс басталғанда оның отбасы босқын болды. Соғыс кезінде Лука Модричтің әкесі Степан Модрич хорват әскер күштерінде қызмет етіп жүрген кезде сербтермен қақтығыс кезінде қаза тапты. Бұл оқиға жас Модричке ауыр соққы болды. Осылайша босқындар лагерінде болған Модрич футболға жаймендеп бет бұра бастайды. Оның алғашқы қадамдары босқындар лагерінің маңайындағы автотұрақта басталды. Ол жерде ол күні-түні балалармен футбол ойнайтын. Алғашында Модрич кішігірім ғана академияларда доп теуіп жүреді. Біршама уақыт өткен соң Лука өзінің талантының арқасында Динамо Загреб скауттерінің көзіне түседі. Және де 16 жасында өзінің алғашқы өміріндегі келісімшартқа қол қояды. Осылайша Модричтің кәсіби мансабы 2000 жылдардың басында басталады. Модрич Динамо Загреб сапында тез арада негізгі құрамының маңызды ойыншысына айнала кетті. Хорватия чемпионатында 94 ойында 26 гол салып 20 ассист жасаған Модрич тез арада жұлдызға айналды. Бірақ та оның шынайы жұлдызы сәті Англиядағы Тоттенхэм клубында басталды. Онда Модрич 2008 жылы қосылды. Сол жерде ол әлемнің ең үздік жартылай қорғаушылардың бірі екенін дәлелдеп бастады. Тоттенхемде Модрич 116 ойынға қатысып 13 гол салып 25 ассист жасады. Және де жан досы Гарет Бейлмен әдемі тандем құрды. Ол кезеңдер Тоттенхемнің ең керемет маусымдарының бірі еді. Чемпиондар лигасындағы керемет жетістіктері, керемет камбэктерді әлемді сүйсіндірді. Және де айлар өтеді, жылдар өтеді. 2012 жылы Модричке Реал Мадрид және де Барселона клубынан келісімшарт келеді. Және де Модричтің таңдауы корольдік клуб болады. Және де Модричтің жұлдызды сәті. Керемет маусымдары осы корольдік клубта басталады. Алғашында ол Месут Өзілдің көлеңкесінде болады. Алайда Луканы мінезі мен таланты алып шығады. Және де өзін бапкерге дәлелдетіп, негізгі құрамынан орын алады. Және де Лука Модрич корольдік клубпен 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2023 жылғы Реал Мадридпен чемпиондар лигасын жеңіп алады. Және де 4 рет Испания ішкі біріншілігін жеңіп алады. Алайда оның өміріне ерекше өзгерісті алып келген 2018 жылы Ресейде өткен әлем чемпионаты еді. Онда ол капитан ретінде Хорватиямен финалға дейін барады. Және де Лука Модрич сол әлем чемпионатында 2 гол салып 1 ассист жасайды. Және де соған лайық Лука Модричті 2018 жылға әлемнің ең үздік футболшысы ретінде таниды. Яғни айтқанда алтын доп иегері болады. Бұл алтын доп Лука Модричке одан сайын танымалдылықты күшейтеді. Бұл қуаныш жалпы Лука Модрич үшін ғана емес, жалпы Хорватия жұртшылығы үшін де керемет тосынсый болды. Лука Модричтің жеке өмірі оның табысты мансабынан тыс үлкен маңызға ие. Ол 2013 жылы Ваня Босничке үйленген. Ваня Лука Модричтің өмірлік серігі ғана емес, сонымен қатар оның менеджері ретінде қызмет атқарады. Ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы Модричтің мансабында үлкен рөл атқарады. Себебі Ваня оны футболдағы шешімдеріне қолдап, дұрыс бағыттауға көмектесіп келеді. Лука және де Ваняның 3 баласы бар. Олардың үлкен ұлы Ивано 2013 жылы дүниеге келген. Ал 2013 жылы қызы Эмма дүниеге келді. 2017 жылы отбасына тағы да бір қыз София қосылды. Модрич бос уақытын көбінесе отбасымен өткізгенді ұнатады, және де балаларына қамқор әке ретінде танымал. Ол отбасымен бірге Испанияның Мадрид қаласында тұрады, әрі жеке өмірін көпшілікке назарынан алыс ұстап, қарапайым өмір сүруді жөн көреді. Оның отбасылық құндылықтары және де қарапайым өмір сүру стилі оның бойындағы еңбекқорлық пен табандылықтардың бір бөлігі ретінде көрінеді.
Міне достар, Лука Модриштің өмірі қайсарлық пен табандылықтың жарқын үлгісі. Оның ауыр балалық шағы, соғыс пен отбасылық трагедиялар арқылы өткен жолы оның өмірдің қиындықтарына шыдамды әрі мақсаттарына жетуге берілген адам ретінде қалыптастырды. Ол футбол әлеміндегі үлкен табысқа жете ғана қоймай, отбасы мен жақындарына қамқор адам ретінде белгілі. Модриштің жетістіктері мен оның еңбекқорлығы мен талантын дәлелдеп, тарихта өз орнын мәңгі қалдырды. Міне достар, Лука Модриштің ауыр әрі шытырманға толы өмірі осындай. Сіздермен бірге болған Санчо Фуртанасы арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сау саламатты болыңыз.